Достар, бәріңе сәлем. Серіктесіңізге тауарлар, қызметтер үшін ақы төлеу керек пе? Мұны онлайн банк мобильді қосымшасы көмегімен жасаңыз. Қолданбаны ашып, негізгі мәзірден құру батырмасын басыңыз. Төлемдер бөлімінде контрагент тармағын таңдаңыз. Осыдан кейін экранда контрагентке төлем нысаны пайда болады. Төлемді толтыру үшін контрагенттің атауын, БСН, шот нөмірін және бек көрсетіңіз. Кеңестерге назар аударыңыз. Егер төлем сомасына қ.қ.с қосылған болса, оң жақтағы түймені басыңыз. Келесі бірнеше қадамда анықтамалықтан төлем мақсатының кодын толтырыңыз немесе таңдаңыз. Төлем мақсатында аударым жасау үшін негіздемені көрсетіңіз. Ақшаны есептеу шығару шотын тексеріп, соманы көрсетіңіз. Ары қарай растау батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз, сіздің төлеміңізге сәтті қол қойылды. Өңдеу мәртебесін тексеру үшін операцияларға батырмасын басыңыз.